Бүгін 17 мамыр. Бұл күн Норвегия үшін өте маңызды, өйткені бұл елдің конституциясын қабылдаған күн. Елдің барлық қалаларында шеру өтеді. Мен тұңғыш қызымызбен бірге оның мектебі атынан Саннас қаласының орталығындағы ұйымдастырылған шеруге, ал жолдасым Болат кенже қызымызбен Сула аймағындағы балабақшасы атынан ұйымдастырылған шеруге қатыстық. Бұл біздің осындағы өміріміздің бір бөлігіне айналғанын сезіндірген ерекше күн болды. Әңгімем бұл тарихи күн біз үшін қалай басталып және аяқталғанын баяндайды. Биыл 17 мамыр сенбі күніне сәйкес келіп, барлық жерлерде демалыс беріліп, мерекені түгел ел болып атап өтуге дайындалдық. Әдеттегідей таңымыз таңғы астан басталды. Ауқаттанып алған соң шеруімізге арналған Норвег ұлттық киімі бюнатты киюмен жалғасты. Таңғы ас алдында мен барлық жанұя мүшелерінің киетін киімдерін үтіктеп жатқан жерімді де тарихи сәттің бөлігі ретінде қосуды жөн көрдім. Себебі бюнатты киюдегі басты ережесіндегі киімнің қыртыс болмауын қадағалап қамтамасыз ету басты миссиясын орындадым. Мектебімізден берілген хабарламаға сәйкес, біз үлкен қызымыз Тамириспен Саннас қаласының орталығына сағат таңғы 9-да барып тұруымыз қажет еді. Бірақ біз қазақпыз ғой, сағат 9:30-да жеттік. Жолдасым бізді көлігімізбен әкеліп тастап, кіші қызымыз Заринамен Сула аймағында 9:45-те басталатын шеруге кетіп қалды. Саннас халықаралық мектебі бірнеше жұма бұрын осы шеруге дайындала бастады. Ата-аналар, мұғалімдер, балалар бірігіп осы шеруге қатыстық. Бәрі ерекше атмосферада өтті. Осы шеруге тек жергілікті мектептер ғана емес, халықаралық мектептер де қатысады. Бұл Норвегияның ашықтығын көрсететіні бір дәлел. Саннас International School қызымыз оқитын мектеп. Осындай күндерде өз мәдениетін де, интеграцияны да паш етеді. Бұл шеруге Саннас халықаралық мектебі өз ұрандарын дайындап келген. Әр баланың қолына осы ұран жазылған парақ берген. Сол бойынша балалар мен көшбасшылар ұрандап, өздерінің кім, қайдан екендігін таныстырады. Балалардың бойына рух беретін ұранды тыңдап қарайық. Бұл ұранның қазақша баламасын тыңдап қараңыздар. Көшбасшылар,
Кімде рух бар, кімде мақтаныш? Топ: біз жарқырауға келдік. Көшбасшылар: үйренеміз, жетекшілік етеміз, қатар жүреміз. Топ: SDIS мақтаныштың өзегіміз. Көшбасшылар: бір команда, бір арман, біз жарқыраймыз. Топ: SDIS бұл жарыста жеңеміз біз. Көшбасшылар: біз кімбіз? Топ: SDIS. Көшбасшылар: тағы қаттырақ. Топ: SDIS. Бәрі бірге: SDIS әрқашан биікте тұрайық. Балалар мектептерінің ұранын ұрандатып, әр жүрген жолында дауыстап айтып, шеруді жол бойында тамашалап тұрған ұлттық киімдерін киген Норвег пен басқа ұлттарға таныстырды. Мен өмірімде осынша ұлттық киімдерін киген норвегтерді көрмеппін. Шеруге қатысушыларға қандай құрмет көрсетіп тұр десеңізші. Қаншалықты норвег халқы өзінің елін, аңсаған тәуелсіздігін мақтан тұтатынын ортада келе жатып сезесің. Еңбектеген баладан кәрі жастағылардың бәрі осында. Тіпті мүгедек арбада отырғандарды да көріп таң қалдым. Шеруге қатысып келе жатқан мұғалімдер балалардың сапта жүріп тұруларын реттеп келеді.
Шеруге қатысушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін де адамдар бар. Шеруіміз 2,5 сағатқа созылды. Бұл жанұямыздың тарихында жазылып қалатын оқиға болды. Осылай тұрғанда бізге қарай Болат пен Зарина да келіп қалған екен. Бұндай шеруге қатысу біздер үшін де, қыздарымыз үшін де алғашқы үлкен шеруге қатысу болды. Норвегияда тұру бұл елдің мерекелері мен мәдениетіне араласу деген сөз. Бүгін мен бұл қоғамның толық мүшесі екенімді сезіндім. Осындай мерекелер арқылы біз балаларымызға бейбітшілік пен бірігуді үйретеміз. Көріп отырғаныңыздай, бұл жай ғана шеру емес. Сонымен Норвегия тәуелсіздік алған күннің мерейтойында Норвегияның барлық қалалары маңындағы аймақтарда 100-ден астам мектептің мыңдаған оқушылары қала орталықтарымен шерулеп өтеді. Оларды ұлттық киім киген тұрғындар қарсы алады. Ал Норвегияның астанасы Осло қаласында балаларды тікелей корольдік отбасы өзі қарсы алады. Балалар сарайға қарай шерулеп бара жатады, ал король мен патшайым балконнан қол бұлғайды. Ал балалар мыңдап ағылып өтіп жатады.
Король мен патшайым оларға бірнеше сағат бойы қол бұлғап тұрады. Айналадағы тұрғындар да ұлттық киімде, бірақ бастысы бұл мерекенің сәнін келтіретін дәл сол балалар шеруі. Өйткені балалар Норвегияның ең қуатты қаруы. Олар бұл елдің болашағы. Шын мәнінде кез келген елдің болашағы. Бірақ әрбір ел мұны осылайша ашық айтуға дайын емес. Туған күніңмен, Норвегия. Gratulerer med dagen, Norge. Сіздерге 17 мамыр күні қандай әсер қалдырды? Пікір жазыңыздар. Норвегиядағы өмір туралы басқа видеоларымызда көп. Қосылып, бірге таныс болайық.